Қайырлы күн. Бүгін біз сіздерге жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңі аясында 2023 жылы активтері мен міндеттемелері туралы 250 нысанды декларацияны ЕСалық азамат мобильді қосымшасында қалай оңай тапсыруға болатынын көрсетеміз. Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылы жалпыға бірдей декларациялау аясында 250 нысанды декларацияны ұлттық компания қызметкерлері, бюджет саласының қызметкерлері және олардың жұбайлары тапсыруы керек. ЕСалық азамат мобильді қосымшасын App Store немесе Play Market'тен тегін жүктеп алыңыз. Мобильді қосымша жүктелгеннен кейін оны телефоныңызда ашыңыз және де тіркеліңіз. Тіркелгеннен кейін GSN енгізіңіз. Телефоныңызға келген SMS кодын теріңіз. Енді сіз декларация тапсыра аласыз. Декларация тапсыру үшін менюдағы декларация тапсыру батырмасына басыңыз. Осы жерде 250.00 нысанын таңдап аласыз. Салық кезеңі ретінде 2023 жылды таңдаңыз. Декларация түрі бастапқы. Резиденттік мәртебесі резидент. Салық төлеушінің санаты Б санаты. Себебі А санатына тек қана кандидаттар тапсырады. Демек, сіз декларацияны тапсырған кезде 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша атыңызда қандай мүлік тіркелгендігін көрсетуіңіз керек. Декларацияны сіз егер өзіңізге тапсыратын болсаңыз, өзіңе дегенді тересіз, ал егер басқа азамат үшін заңды өкілі ретінде тапсырсаңыз, онда заңды өкілі деген батырманы басасыз. Одан кейін мемлекеттік кірістер органының кодын таңдаңыз. Бұл жерде сіз міндетті түрде өзіңіздің тіркелген орныңыз бойынша салық органын таңдауыңыз қажет. Телефон номерін теріңіз және электронды поштаңыздың адресін көрсетіңіз. Және осы декларациядағы келтірілген мәліметтердің дұрыстығы үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап беремін деген жерге жолаққа белгі қойыңыз. Одан кейін, егер қолма-қол ақшаңыз болса, онда осы жерде сіз өзіңіздегі бар қолма-қол ақша сомасын көрсетуіңіз қажет. Валюта кодын теріңіз. Біздің жағдайда ол қазақстандық теңге. 250 нысанда сіздер негізінен шет мемлекеттерде тіркелген мүліктеріңізді көрсетесіз. Егер шет елде көрсетілген жылжымайтын мүлкіңіз болса, немесе көлік құралдарыңыз болса, осы жерде көрсетіңіз. Одан басқа, Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде, шетелдік банктерде, банк шоттарында ақша туралы мәліметтер болса, және олардың айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген сомасынан жиынтығында асатын сомасы болса, онда сіздер осы жерде осы ақпаратты көрсетіңіз. Егер Қазақстан Республикасынан тыс жерде құрылған заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесіңіз болса, осы ақпаратты көрсетуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жылжымайтын мүлік құрылысына, сонымен қатар Қазақстанның аумағында жылжымайтын мүлік құрылысына үлескерлік қатысылғаныңыз болса, онда міндетті түрде көрсетуді ұмытпаңыз. Инвестициялық алтыныңыз болса, міндетті түрде көрсетіңіз. Одан бөлек бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары, цифрлық активтер болса, онда міндетті түрде көрсетіңіз. Одан бөлек инвестициялық пай қорларында үлестеріңіз болса, онда көрсетіңіз. Зияткерлік меншік авторлық құқық объектілері, сонымен қатар Қазақстанның тысқары жерінде және Қазақстанның ішінде болса да оны көрсетіңіз. Бағаланатын бірлік құны айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген мөлшерінен асатын басқа мүліктің, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде болуы туралы мәліметтер болса, онда оны көрсетуді ұмытпаңыз. Өзіңіздің дебиторлық немесе кредиторлық қарыздарыңыз болса, оны міндетті түрде көрсетіңіз. Бірақ ескеруіңіз қажет, дебиторлық және кредиторлық қарыздар нотариус арқылы куәландырылуы керек. Егер сіз белгілі бір мүлкіңізді сенімгерлік басқаруға берген болсаңыз, ол ақпаратты көрсетуді ұмытпаңыз. Декларацияны алдын ала қарап тексеруге болады. Сонымен қатар декларацияға қол қоюдың 3 түрлі әдісі бар. Электронды цифрлық қолтаңба көмегімен, SMS көмегімен, немесе бұлтты электронды цифрлық қолтаңба көмегімен қол қоясыз. Осыдан кейін декларацияны толық жібере аласыз. Декларация сәтті жіберілді. Декларацияның жіберілген туралы ақпаратты ЕСалық азамат мобильді қосымшасында қарап тиісті хабарламаны алыңыз.